Телефонды 5 минутқа ғана аламын деп ашасың, кейін бір видео, екі видео, ал бір кезде қарасаң 2 сағаттың өтіп кеткенін байқамай қаласың. Кейін бүгін тағы да дайындала алмадым деп өз-өзіне ренжисің. Егер бұның барлығы саған таныс жағдай болса, уайымдама, сен жалғыз емессің. Ең бастысы бұл сенің жалқаулығыңның немесе ерік-жігер мотивацияның жоқтығы емес, жай ғана әлеуметтік желілердің адамның назарын мейлінше көбірек ұстау үшін жасаған айла тәсілдері екенін біл. Сондықтан да кейде саған әлеуметтік желіден арылу өте қиын болып көрінеді. Бірақ уайымдама, бізде психологтардың бұдан құтқару үшін жасап қойған бірнеше әдіс тәсілдері бар, және оның барлығымен мен саған бүгінгі видеода бөлісетін боламын. Ең бірінші, өз триггерлеріңді анықта. Сен қай уақытта телефонды қолына көбірек аласың? Сабақтан жалыққанда ма, мүмкін қиын тапсырмаларға келгенде, немесе жай ғана стрессқа түсіп кеткенде ме? Егер сен бұның барлығын байқасаң, келесі жолы автоматты түрде ол уақытта телефонға емес, басқа әрекетке ауыса аласың. Мысалы, су ішіп келу, терең тыныс алу, немесе жай ғана сыртқа шығып серуендеп келсең де болады. Екінші кеңес, телефондағы лимиттерді пайдалан. Қазіргі уақытта барлық смартфондарда экран уақытын бақылау функциясы қосылған, және оны TikTok және Instagram желілеріне пайдалансаң керемет болады. Күніне 30-40 минут лимит қой, ал ең жиі ашатын қосымшаларды басты экраннан алып таста. Сонда оларды ашу автоматты әдет болып қалмайды. Үшінші әдіс бізде ақпараттық детокс. Бұл саған мәңгіге әлеуметтік желілерден бас тарт деген сөз емес, жай ғана бір күнге, я болмаса күніне бірнеше сағатқа әлеуметтік желіге кірмеуге тырыс. Алғашында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе миың қысқа видеоларға деген тәуелділіктен арыла бастайды. Ал бұл сенің миына алдағы уақытта үлкен информацияларды қабылдауға өз көмегін тигізетін болады. Тағы бір қарапайым, бірақ өте тиімді әдіс — телефонды өзінен алшақтату. Сабақ оқып отырғанда оны басқа бөлмеге қой. Себебі телефон көз алдында тұрса, миың оны автоматты түрде қайта-қайта тексергісі келіп тұрады. Ал егер ол қолың жетпейтін жерде тұратын болса, бұл әдеттен де уақыт өте арылатын боласың. Ең маңыздысы, әлеуметтік желіні пайдалы әдеттермен алмастыруға тырыс. Оның орнына спортпен шұғылдан, серуендеп келіп, кітап оқы, я болмаса өзің қалаған басқа хоббилермен де айналыссаң болады. Осындай істер сенің миына сергектік сыйлайды. Бірақ олардан кейін өзіңді шаршағандай немесе кінәлі болып сезінбейсің. Есіңде болсын, ұбт-ға дайындық кезіндегі ең маңызды ресурс ол уақыт. Сенің TikTok'та өткізген әрбір 30-40 минутың сенің алға қойған мақсатыңнан алыстатуы мүмкін. Себебі дәл сол 30 минуттың ішінде сен бірнеше есеп шығарып, немесе үлкен бір тақырыпты меңгеріп алып үлгеруші едің. Телефонды басқаруды үйренсең, өзінің уақытыңды да басқара аласың. Ал өз уақытын басқара алған адам өзінің нәтижесін де басқара алады. Сондықтан бүгінгі видеода айтылған кеңестерді пайдаланып, алдағы уақытта өзінің жүйелі дайындығында жүргізесің деген ойдамын. Сенімен бірге болған FM онлайн. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кет, және парақшаға тіркелуді ұмытпа, себебі ол жақта сені пайдалы материалдар күтетін болады. Ал бұдан да басқа ұбт-ға деген тегін дайындық материалдарын сен біздің Telegram каналдан ала аласың. Тіркелу үшін төмендегі описанияға өтсең болады.